ұлы жеңіс күні шын айтсақ біздің енді мемлекетіміз көп ұлттық мемлекет емес пе? Сол қиын заманда барша бұрынғы КСР азаматтарын біріктіріп, бір жеңісті арман қылып, ата-бабаларымыз күш салып, тіпті құрбандыққа анық барған екен. Сондықтан әліге дейін бұл мейрам біздің жүректерімізде ерекше болып сезінеді. Біз ата-бабаларымыздың мұрасы алдында, олардың енді ерліктің алдында, батырлық алдында бас иіп, тағзым етіп келе жатырмыз. Ол ұмытылмас мереке. Нағашы атам соғысқан, әкемнің ағасы соғысқан, әкемнің атасы Әлихан ағамыз ол танкист болып, Курский шайқасынан бастап Прагаға дейін барған. Ондай кез келген Қазақстанның семьясында меніңше мынандай батырлар бар.